Жалғастырамыз. Облыс бойынша ауырлығы орташа қылмыстар саны азайған. Бұл туралы облыстық прокуратурада өткен брифингте мәлім болды. Ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығы қорытындысы белгілі болғаны. Қарақшылық 25%-ға, тонау 32,5%-ға, бұзақылық 37,2%-ға төмендеген. Жалпы есеп бойынша 2016 жылдың 6 айында әлеуметтік экономикалық қадағалау саласында 233 тексеру жүргізілген. Сонымен қоса облыс соттарында барлығы 4759 азаматтық және 6776 әкімшілік іс қаралды. Прокурорлардың ықпал етуімен мекемелердің еңбекақы қарызы бойынша мәселелер шешімін тапқан. Сколько обращений за первое полугодие 2016 года было к вам по нарушению трудового законодательства? По нарушению трудового законодательства. Еңбек заңнамасын бұзушылық бойынша өте көп көлемде өтініштер түсті. Солардың бірін айтатын болсақ, прокурорлардың араласуынан кейін Ақтау Ойылмас жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 143 жұмысшының ұзақ мерзімнен бері пайда болған 75 миллион теңге жалақы қарыздары өндірілді.